Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз қалай жалпы? Бүгін біз сіздермен пирожки дайындайтын боламыз. Өте күшті шығатын пирожки. Ол пирожкиді қуыруға да болады, немесе духовкада пісірсек те болады. Онда жасасақ, мына жерде сүт, оған жылы су құямыз. Жылы су болғаны міндетті түрде, өйткені бізде дрожжи кішкене көтерілуі керек. Осы массаға қантымызды құямыз. 2 ас қасықтай қостым қант, және де 70 миллиграмм ертілген сливочное масло, және осы жерге дрожжи саламыз. Араластырамыз барлығын. Қамырды илеп болды. Үстіне 2 столовая ложка майымыз саламыз да, енді бұл қамыр қараңыздар қолға жабыспайтындай болған кезде көтерілуге қойып қоямыз қыздар. 1-1,5 сағатта көтерілуі керек жылы жерде.